Анталия, жерорта теңізі толқынымен иық тірестіре жайқалып жатқан бұл қалада жылына 20 миллион адам келіп демалады. Халқы 1 миллион, бірақ жылына миллиондаған турист ағылады. Яғни Анталия Түркияның ең туристік қаласы. Мұнда тарих, шырайлы табиғат, жағажай, комфорт, жып-жылы ауа райы бәрі бар. Бұл видеомда Анталияның ең әдемі жағажайын, Рим заманынан қалған әйгілі аркасын, тарихтан сыр шертетін ескі қаласын, мұсылман жұртына барлық жағдай жасалған мешіттерін көрсетем. Одан соң түрік тамағынан да дәм татамыз. Ендеше жайлап жайғасыңыз, Анталияны бірге аралайық. Анталияға қыста жол түсті. Қыс болса да мұнда ауа райы жұмсақ. Анталияның қысы Алматының көктеміне ұқсайды. Бұл қала ұзыннан ұзақ созылып жатқан әдемі жағажайларымен танымал. Соның бірі Коньялты жағажайы. Анталияда бірнеше жағажай бар, соның ішіндегі ең үлкендерінің бірі, танымал жағажайлардың бірі, ол Коньялты ауданында орналасқан. Мынау Коньялты деген пляж. Бұның ұзындығы 7-8 шақырымға созылып жатыр. Жұрттың, туристердің ең көп келетін пляждарының бірі осы Коньялты. Анталияның орталығынан сәл алыста орналасқан демесеңіз, мұнда тап-таза жағажай, аквапарк, түрік асханалар мен кафелері, ресторан, дүкен, әдемі әрі жайлы отельдердің бәрі орналасқан. Кешке жағажай жағасында серуендеу де өте керемет. Қаланың орталығына баратын автобустарды да табасыз. Осының бәрі Анталияда күшті демалуға мүмкіндік береді. Бізде осы Коньялты жағажайының маңындағы қонақ үйдің бірінде тұрдық. 3 жұлдызды отель таңғасымен 2 адамға күніне $35 шықты. Коньялты жағалауына жылдың 4 мезгілінде де келіп демалуға болады. Қыста су суық демесеңіз, жағажайдың сәні кетпейді. Коньялты жағажайы халықаралық көгілдір ту белгісін алған. Бұл белгі суы таза, ешқандай тұрмыстық қалдық құйылмайтын, түрлі бактериялардан қорғалған, таза ауыз сумен қамтамасыз етілген, қауіпсіз, таза дәретханасы, қоқыс жәшіктері бар жағажайларға ғана беріледі. Жағажайдың жағасы ірі қоқыстардан жиі тазартылып тұрады, ал ұсақ-түйек қоқыстар жатса, таң қалмаңыз. Жағажайдан тавыр тауы көрінеді. Мұнда күн батқан сәтте әдемі. Бұл маңда катер, қайықтар жоқ. Бұл да бір плюс. Коньялты таңертең тыныш, түске таман толқындары тулай бастайды. Бұдан бөлек Анталияда танымал Лара жағажайы да бар. Бұл жағажайда да адам көп. Коньялтымен бәсекеде ешкем түспейді. Сондықтан Анталияға барсаңыз, Лара жағажайына да ат басын бұрыңыз. Анталия тек қана 5 жұлдызды әдемі қонақ үйлер, теңіз, жағажай ғана емес. Бұл қала тарих. Жағажайлардан шығып, қаланың тарихи жерлеріне ат басын бұрайық. Анталияға келген кез келген турист ескі қала Калейчиге барады. Калейчиге кіреберісте ежелгі Рим заманынан қалған Адриан қақпасы тұр. Бұл Анталияның триумф аркасы. Қысқаша тарихын айтайын, біздің заманымыздың 130 жылы осы Анталияны негізінен Рим империясы иелік еткен. Сол кезде Рим императоры Адриан осы қалаға қонаққа келеді деген кезде Адриан қақпасын салған. Соның Адриан императордың құрметіне осы қақпаны салған. Жалпы Анталияда көптеген қақпалар болған, өйткені порт қала болғандықтан, соның ішінде аман қалғаны осы күнге жеткені осы Адриан қақпасы. Бұл қақпа 2 ярус болған. Қазір қалғаны осы. Қақпаның 2 шетіндегі мұнаралар кейінірек салынған. Қақпалар өз заманында саудагерлердің қалаға кіретін есігі болған. Қақпаның 2 ортасына асфальт төселмеген. Түріктер ежелгі заманда арбалармен аттағасынан қалған мына іздерді тарих үшін сақтап қалған.
Адриан қақпасынан кіріп ары қарай жүрсеңіз, Анталиядағы нағыз ескі қалаға тап боласыз. Бұл Калейчидің негізгі бөлігі және Анталияның жүрегі. Мұнда кірсеңіз құдды бір орта ғасырға және түрік сериалдарына тап болғандайсыз. Барлығы жөндеуден өткен, тап-таза, әп-әдемі. Үйлер жөнделгенмен ескі стилін сақтап қалған. Мұнда да қонақ үй, сувенир сататын базар, түрік тамақтарын сататын ресторан көп. Бірақ жаңа заманның нышандары арасында ескі қала бар болмысын бұзбаған. Калейчиге кіре сала курорт қала емес, тарихи шаһарда жүргендейсіз. Калейчи Түркияның миниатюрасы сияқты. Бұл жер Византия, Рим, Селжук, Осман империясына куә болған. Калейчиде жаңа құрылыс салуға болмайды, ал үйлерді жөндеу керек болса, ескі дизайнын сақтап қалуы тиіс. Үйлердің шатыры тек қызылмен боялуы шарт. Анталияның орталығында ескі қаланың жанында кейінірек салынған мұна мешіт пен мұна мұнараға да туристер назары көп ауады. Енді солар жайлы сөз қозғайын. Мұна мұнара, мұна мешіт Анталиядағы ең алғашқы салынған мешіттердің бірі. 1230 жылы Селжук империясы салған, содан бері тұр осы жерде. Биік мұнаралы Ивли мешітін селжуктар жерорта теңізінде жүргізген соғыстағы жеңістерінің құрметіне тұрғызған. Ивли мешіті ерте ислам архитектурасы стилінде салынған. Биіктігі 38 метрді құрайтын мұнара Анталияның біраз аумағынан көзге бірден түседі. Мұнараға шығу үшін 99 баспалдақ болған. Бұл Алланың 99 атымен байланыстырылған. Кейінгі жөндеу жұмыстарынан соң баспалдақ саны 90-ға қысқарды. Мешітке намаз уақытында кіруге болмайды, ал қалған уақыттарда кіру тегін. Ал сағат күлесі, яғни сағат мұнарасы 2 ярустан тұрады. Астындағы 5 бұрышты бірінші ярустың биіктігі 8 метр, үстіндегі ярусы 6 метрді құрайды. Мұнараның солтүстік жағында темір қазықтар қағылған. Бұл қазыққа дарға асылғандарды жұрт көрсін деп іліп қойған. Анталияның орталығындағы мынау сағат күлесінің қысқаша тарихын айта кетейін. 1900 жылдардың басында Осман империясымен өте жақсы қарым-қатынаста болған Германия сый ретінде осы елге, Осман империясына үлкен сағаттар сыйға тартады. Сол сағаттарды орналастыру үшін Осман империясы сағат күллерін, яғни сағат мұнараларының құрылысын бастайды. Сол кезде сағат күллерінің бірі осы Анталияда бой көтерген. Анталиядағы бұл сағат күлесінен соң осындай дизайндағы сағат мұнаралары Осман империясының басқа да жерлерінде пайда болды. Сағат күлесінің маңында Анталияның тағы бір көрікті жері ескі порт бар. Бұл порт бұрын сауда кемелері тоқтайтын орын болса, қазір жұртқа ерекше атмосфера сыйлайтын жерге айналған. Тарихшылар Анталияда алдымен порт пайда болып, кейін қала салынған дейді. Дерек бойынша біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан біздің заманымыздың 20-шы ғасырына дейін кемелер мұнда тауар тасып, сауда жүргізген. Бұл жерде зәйтүн майының саудасы қызған. Орта ғасырларда бұл портқа құлдарды да алып келген. 1988 жылы бұл портта күрделі жөндеу жүріп, жағалау мен яхта клубқа айналды. Қазір мұнда Анталия мен Түркиядағы байлар яхталарын, круиз лайнерлерін, паромдарын әкеп қояды. Балықшылардың да қарапайым қайықтары осында дамыл тапқан.
Анталиядағы ескі порт өте әдемі жер. Бұл жерге келіп күннің шығысын, күннің батысын қарсы алуға болады, немесе жай ғана келіп жерорта теңізінің толқынының үнін тыңдап, медитация жасап, ештеңе жасамай жай ғана тынығып отыруға мүмкіндік беретін өте тамаша жер. Сондықтан Анталияға жол түсіп жатса, осы ескі портқа келіп, осы маңға отырып, демалып қайтсаңыз болады. Ескі порттың маңында шемішке, сусын, шай, мидия сатып жүретін, сатып тұратын саудагерлер көп. Бұл маңнан кафе, ресторандарды табасыз. Порт маңындағы үйлер 3 қабаттан аспайды, сондықтан бұл жердің бар әдемілігін еш кедергісіз көруге болады. Бұл порттан туристерді жерорта теңізіне шығарып аралататын көптеген кемелер де бар. Анталияда кемемен тур құны бір адамға 150 лира, яғни шамамен 10 евро болады. 45 минут осы кемемен саяхаттауға болады. Осы тұста Анталияны аралауды сәл қоя тұрып, ас ауқатқа кезек берелік. Түркияда асқазанның көңілін табар барлық тамақ бар. Бұл жерде көкөніс, ұн, ет, гармония тапқан. Әр тамақтың өз тарихы, өз дәмі, қайталанбас рецепті бар. Түркия асханасының ерекше үлгісін осы Анталиядан да табасыз. Бағасы да қалта көтереді. Анталияның өзінде өскен көкөніс, лимон, зәйтүн барлығы таңғы, түскі және кешкі асыңыздың сәнін келтіреді. Түркияға келгенде әрине тамақтардың ішінде ол донер, Адана кебаб, көфте сынды тамақтарды жеу керек, және түріктің сорпасы. Түркияда қаланың ішінде тамақтар қымбат, яғни туристер көп жүретін жерде тамақтар қымбат. Ал қаланың сыртындағы асханаларда, кафелерде тамақ әлдеқайда арзан. Мысалы, мынау сорпа, чечевичный суп, яғни өзіміз білетін. Бұның құны 25 лира. Ал мынау урфа деген тамақ, шашлыққа ұқсайды. Бұның бағасы 50 лира. Ал мынау салат, нан тегін. Жалпы Түркияда нан кез келген кафеде қонақтарға тегін беріледі, өйткені бұл дәстүрі. Тамақ біткеннен кейін наныңыз бітсе, қайтадан тағы нан сұрасаңыз, нанды әкеп береді. Ас ауқат туралы айттық, енді қайта қала аралайық. Мынау Анталияның тағы бір символы Қыдырлық мұнарасы. Бұл құрылыс Рим империясы кезінде салынған. Осы күнге дейін бұл мұнара не мақсатта салынғаны жұмбақ. Тарихшылардың бір тобы мұнара маяк болған десе, енді бір тобы Каличи қаласына қорған ретінде салынған дейді. Ал кейбір тарихшылар мұнда Рим императорының бірі жерленуі мүмкін деп санайды. Қыдырлық мұнарасының маңындағы саябақ пен қыраттан жерорта теңізі өте әдемі көрінеді. Анталияда Түрк республикасы құрылған соң пайда болған туристік жерлер де бар. Соның бірі мынау республика алаңы. Бұл жердің де атмосферасы ерекше. Республика алаңынан Түркия республикасын құрған Кемал Ататүріктің 1933 жылы тұрғызылған мына ескерткіші бірден көзге түседі. Республика алаңынан саат күлесі, ескі порт, Ивли мешітінің мұнарасы да көрінеді. Алаңның бір шетінде дүкендер, супермаркеттер бар. Республика алаңын Анталияның тағы бір символы ностальжи ретро трамвайлар кесіп өтеді. Бұл ретро трамвайларға мініп Анталияның көрікті жерлерін көрсеңіз болады. Республика алаңынан сағат мұнарасына қарай беттесеңіз, алдыңыздан Анталиядағы ірі базар мен сауда орындары шығады. Бұл жерде Түркияда тігілген киімдер сататын базарлар мен қаладағы ең ірі сауда орталығы Анталия Молл бар. Бұл жерде сауда күнде қызып жатады. Атмосферасы да ерекше. Әдетте туристер осы жерге шопингке келеді.
Анталияға бір аптаға келсеңіз, жағажайдан бөлек айналасындағы басқа да тарихи һәм табиғи әдемі жерлерге баруға болады. Соның бірі Анталиядан 2 сағаттық жердегі Тазы каньоны. Бұл Түркиядағы табиғаттың ең керемет туындыларының бірі. Бұл каньонға Анталиядан немесе Аланиядан арнайы экскурсиялар бар. Солармен барған жөн. Өз бетіңізбен бару қиын, сондықтан Тазы каньонына барам десеңіз, тағы да ескертем, Анталия мен Аланиядан арнайы турлар іздеңіз. Бұған қоса, Анталиядан 2 сағаттық жерде орналасқан тарихи Сиде қаласына да бір күнге барып қайтуға болады. Сидеде сонау грек заманынан қалған тарихи ескерткіштер, амфитеатр, Аполлон храмы орналасқан. Бұл жерде сонау заманнан қалған ескерткіштермен сырласып, тарихқа көз жүгіртуге мүмкіндік мол. Бұдан бөлек, Сидеде туристерге арналған шағын бутик отельдер, жағажайлар да бар. Анталиядан бұл қалаға бір күнге келіп, түнеп кетуге болады. Әрине, Анталиядан Түркияның басқа да әдемі қалаларына, мысалы Аланияға, Памуккалеге, Каппадокияға, Каш қаласына, Аспендосқа бара аласыз. Сондықтан Анталияға саяхаттап келіп жатсаңыз, бір қаламен шектеліп қалмаңыз. Мүмкіндік болса, саяхатыңызға Анталияның маңындағы басқа да қалаларды қосыңыз. Енді Анталияның өзіне қайта оралайық. Әлемдегі ең ірі курорт қалада күн ясып атқанда екінші өмір басталады. Жағажай маңында серуендеген жұрт, қаладағы дискотекаға асыққан жастар, түрлі ресторанда дамыл тапқан туристердің бәрін түнгі Анталиядан жолықтырасыз. Бұған қоса Анталияда кешке түрлі аттракцион парктерге де баруға болады. Мәселен, мынау Түркиядағы ең үлкен колеса обозрения. 2019 жылы ашылған бұл аттракцион Анталияның жүрегі деп аталады. Туристердің көбі кешкісін осындай ойын-сауық парктеріне ағылып жатады. Айтпақшы ұмытып барам, Анталияда метро жоқ. Қозғалыстың көбі автобус пен трамвай арқылы. Қаланың арасында қоғамдық көлік пайдалану үшін мынандай қолыңызда Анталия карт болу керек. Анталия карт болмаса, мұнда автобусқа не трамвайға төлем жасай алмайсыз. Бұндай карталарды көшеде тұрған арнайы құрылғылардан сатып алуға болады, аса қымбат емес. Анталия еңбек демалысын өткізуге, саяхатқа, отбасымен демалуға таптырмас орын. Арзан, ауа райы қолайлы әрі қауіпсіз. Бұл қала өзінің all inclusive деген түсінігімен де танымал. Яғни туркомпания арқылы тур сатып аласыз, тур құнына ұшақ билеті, қонақ үй, тамақ, трансфер кіреді. Тамақ болғанда 3 уақыт отельде таңдаған тамағыңызды жейсіз. Анталия туризм саласына all inclusive деген түсінікті қосқан қала. Сондықтан турмен келіп жатсаңыз, all inclusive'ті таңдаңыз. Ал мен бүгінгі видеомда ешқандай турсыз қандай жерлерді көруге болатынын айттым. Осымен Анталияға саяхатым тәмам. Түркияның бұл шаһарын өз көзіңізбен көру бұйырсын. Алдағы видеоларымда жүздескенше сау болыңыздар.